Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписация және бір ғана лайк түймелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастадым. Атырауда номер 12 мектептің 8 сынып оқушысы Айдын Мұрат өрт шыққан көп қабатты үйден 3 адамды аман алып қалды. Ол құлыптаулы пәтердің есігін бұзып кіріп 8 жастағы баланы алып шыққан. Сонымен қатар басқа пәтердегі 2 зейнеткерді де аман алып қалды. Ішке кірсем бір бала жатыр екен. Ол ыстық пен жалыннан әлсіреген, сондықтан жылдам қимылдауға тура келді. Оны пәтерден алып шықтым. Қайтып келгенімде өрт өршіп кетті. Мен іште адам қалып қойды деп ойладым, деді Айдын Мұрат. Пәтерде басқа ешкім жоқтығына көз жеткізген Айдын төменге түсіп 3-ші қабаттағы балконында өрт шыққан басқа пәтердің есігін қағады. Онда тұратын қарт зейнеткерлер өміріне қауіп төнген жағдайдан бейхабар болып шықты. Мектеп оқушысы балкондағы өртті сөндіріп, зейнеткерлерді сыртқа шығарған. Атырау облыстық білім басқармасы басшысының міндетін атқарушы Света Аманшиева ержүрек мектеп оқушысына ризашылығын білдіріп, Ресейдің Железноводск қаласындағы Қазақстан биологы пансионатында демалысқа жолдама берді. Ал қайсар ұл тәрбиелеген Айдынның ата-анасы алғыс хатпен марапатталды. Облыстық білім басқармасының хабарлауынша, Айдын Мұрат белсенді оқушы, қазақтың дәстүрлі ән-күйі бойынша облыстық республикалық байқаулар мен түрлі деңгейдегі спорттық сайыстардың жеңімпазы. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.